Йылдыз, қарашы. Көктөбені қарашы, қандай әсем. Телемұнараны қара. Ой, барғым келіп кетті. Ал оған аспалы жолмен баруға болады. Мына телемұнараның биіктігі қанша екенін білесің бе? Қандай биік. Ал оның ішінде не бар? Білмеймін. Мұндай биік мұнараның ішінде не болуы мүмкін? Қазір қарайық. Ол телебағдарламаларды тарату қызметін атқарады екен. Мен теледидар көргенді ұнатамын ғой. Онда бұл мұнараның қызметі зор екен. Ал білесің бе, баяғыда мұндай биік мұнаралар жауды алыстан көру үшін керек болған. Міне, сақшылар бұлай мұнараның басында отырған. Менің осындай биік мұнараның басында отырғым келеді. Сен биіктен қорықпайсың ба? Жоқ, биіктен қарап отырған қызық қой. Бәрі көрініп тұрады. Көрдің бе? Адамдар өз жауларын алыстан көру үшін осындай мұнаралар тұрғызған. Мұндай мұнараларға балалар шыққан ба? Жоқ, мұнда арнайы жауынгерлер отырған. Менің сендерге жаңа тапсырмам бар. Тыңдап тұрыңыз, Басеке. Бұл ерекше тапсырма. Өздеріңмен бірге кішірейтқіш алыңдар. Басекенің айтқанын естідің ғой. Балмұздағы жеуіңді тоқтат, ауырып қаласың. Сәлем, достарым. Антонио, сәлем. Қалың қалай, Антонио? Аяжан, Йылдыз, қалдерің қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Өзің қалайсың, Антонио? Бәрі тамаша. Сендерді сағындым. Италияға қонаққа шақырамын. Міндетті түрде барамыз. Көптен бері Италияға барғым келетін. Кездескенше, Антонио. Түстікте жатырдасы көнені, түстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар анық, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар анық, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Ай, кішіреткішті тексерейік. Мыналардың бәрі тип-титіндей ғой. Тағы да аузым бос емес қой. Италия балмыздағы өте дәмді екен. Үстіме тамызғаның не? Ай, нағыз қолапайсыз екенсің өзің. Италияда көргеніме қуаныштымын. Сәлем, Антонио. Сәлем, Антонио. Бізге не көрсетесің? Италияда не қызықтың бәрі бар. Нені көргілерің келеді? Италияда ғылым мұражайы бар ғой, Сенің білмейтінің болсайшы. О не дегенің, Аяжан? Көп білген жақсы. Мұражайға неге Галилей аты қойылған, Өйткені Галилей ұлы ғалым. Итальяндықтар оны мақтан тұтады. Ол термометрдің атасы. Термоскопты ойлап тапқан, микроскопты, тіпті циркульді де. Астрономияға, математика мен физика ғылымының дамуына үлкен үлес қосқан. Ғажап, телескопты көруіме бола ма? Не көрдің, Елдос? Түсініксіз мұнараны. Ол әнеміне құлайтын сияқты. Ол Пиза мұнарасы ғой. 600 жылдан бері дәл осылай қисайып тұр. Ал ол неге қисайып тұр? Салу кезінде қателік кеткен. Қандай әдемі. Әскери құрылыс болса да. Олай емес, Елдос. Ол әскери орын емес. Европадағы ең әдемі шіркеу мұнарасы. Бұл да ғылымға қызмет еткен. Қалайша? Галилей
Пиза мұнарасынан салмағы әр түрлі заттарды бір уақытта төмен тастап, уақытын белгілегендей. Неге? Заттардың құлауының жылдамдығы салмаққа байланысты екенін дәлелдеген. Қарашы, қазір мұнара құлайды. Мүмкін емес. Теңселіп тұр ғой. Төменде жүрген адамдарды басып қалса ше? О, мына балалар Сотқарбай мен Бубу ғой. Тағы да мұнараны ұрлап жүрмей ме? Қайтып? Жүгірейік, әлде үлгіреміз. Жолымыз болды. Көтеріп ал, тезірек кетейік бұл жерден. Әкел бері. Бұл мұздақты да іске жаратайық. Міне сендерге мұнара. Кешігіп қалдық. Енді не істедік? Әттеген-ай. Абыржымаңдар. Міне, балмұздақтың тамшысы. Осы ізбен жүрсек, ұрыларды табамыз. Ақтөс, ізге түс. Басеке, мұнара біздікі. Өте жақсы. Балмұздақты қуғыншыларға қалдырдық. Ол қандай балмұздақ? Тағы да білдірмеңдер. Жоқ, Басеке. Ойбой, мыналар тағы жетті. Қуып көрсің. Әне олар. Таптық ау әйтеуір. Мынау не? Дәудің ұшатын аралы. Қолға түстіңдер ме? Жақсылықпен мұнараны қайтар. Жоқ, қорқытқаннан ештеңе шықпайды. Ештеңе шықпайды. Онда ғарыш ұшағы, ұрысқа. Сазайларыңды тартыңдар. Жарайсыңдар. Мұнарамен бірге кішіреткіштерін тартып келдік. Қазір бәрі өз қалпына келеді. Молақай. Бірақ мұнау бұрынғыдай емес қой. Бір жағына қисайту керек. Енді дұрыс болды. Сендерге көп рахмет. Сендер нағыз достарсыңдар. Пизан мұнарасын құтқарғанымызды айтсаңшы. Мұнаралар соғыс үшін ғана емес. Ғылымға да, мәдениетке де қызмет етеді екен. Теледидарға да. Мысалы, біздің Көктөбедегі мұнара Алматыдағы ең биік мұнара. Дұрыс айтасың. Көктөбеге барайықшы. Арқан жолмен ызғиық. Тамаша! Суретке түсіріп, әлемнің барлық елдеріндегі достарымызға жіберейік. Дегенмен де оларға Сотқарбай мен Бубу ұрылардың барын ескертейік. Былай деп жаз. Егер қандай да болсын, құнды тарихи заттар мен көрнекті дүниелері жоғалса, бізге хабарлассың. Барлық жерге хат жазылды. Ескертілді. Өте тамаша. Кеттік Көктөбеге.